ата-аналар, құрметті Жезқазған индустриялық-гуманитарлық колледжінің студенттері. Барлықтарыңызға мәлім, 16 наурыздан бастап колледждің оқытушылары арақашықтан оқытуға технологиясына көшкен болатынбыз. Себебін айта жатпайын, бүкіл елге мәлімет жалпы бұл. Енді арақашықтан оқытуға келетін болсақ, жалпы колледж, Жезқазған индустриялық-гуманитарлық колледжі Moodle платформасында жұмыс істеп жатыр. Moodle деген ол білім платформасы, электрондық білім платформасының соның аясында жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі таңда бүкіл студенттерді біз енгізіп болдық. Бүкіл студенттер өздерінің электрондық пошталарын берді. Колледждің оқытушылары бәрі тіркелді. Бүгін толық керек мәліметтердің бәрі салынды. Әрине студенттер осы Moodle программасына кіру керек міндетті түрде. Moodle программасына берілген тапсырмаларды орындау керек. Теориялық журналдар бізде тоқталып қалған жоқ, барлығы жүріп жатыр, бағалары қойылады. Сол Moodle программасына жазылған дәріс бойынша, практикалық жұмыстар бойынша, тәжірибелік жұмыстар бойынша, лабораториялық жұмыстар бойынша бүкіл мәлімет сіздерге берілді. Соны қатаң орындап, қайтадан мұғалімге салып жіберулеріңіз міндеттісіздер, құрметті студенттер. Құрметті ата-аналар, сіздерге үлкен өтініш, балаларыңызды қадағалап, сабақ оқу барысын, сабақ тапсырмаларды орындау барысын міндетті түрде қадағалап отырыңыздар. Бір уақытта барлығы жіберіліп отырсын. Жалпы біздің оқу кестесі, оқу графигі біздің сайтта да тұр, ЖИК сайтында да, жалпы балалардың қолына да таратылған болатын тұғын. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, әрбір топ жетекшісінде, әрбір топтың өзінің WhatsApp желісінде чаты бар. Сол чат бойынша жаңағындай сұрақтарыңыз болып жатса, куратор топ жетекшілеріне қойып, кураторларға қойып, толық мәлімет алуларыңызға болады. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, Инстаграмда біздің парақшамыз бар, Фейсбукта парақшамыз бар. Сол жерге әлеуметтік желі бойынша тағы да сұрақтарыңызды қойып, толық сұрақтарыңызға болып жатса, біз жауап беруге дайынбыз. Бүгінгі таңда енді осындай сабақ жүріп жатыр. Сол сабақты толық түсіністікпен қарап, толық балаларыңыз сабаққа қатысып, міндетті түрде бәрін орындасын. Сондай ата-аналар сіздерге үлкен өтініш.